келдіңіздер менің каналыма. Бүгін сіздерге күмбез тәрізді торт жасадым. Осындай дәмі енді ерекше, начинкасы кокосы стружка қосылған. Жегенде енді баунти жегендей дәмі. Жасап көріңіздер. Ал енді бисквитін дайындап алайық. Алдымен жұмыртқа мен қантты жақсылап ағарғанша дейін миксермен жақсылап тұрып айналдырамыз. Жұмыртқа мен қант жақсылап араласты, үстіне сұйық май құямыз. Артынша сүт құямыз. Разрыхлитель ванилин қосып жүреміз арасына. Какао мен ұн салып, миксерге қайттан айналдырамыз, төменгі жылдамдықта. Міне бисквитіміз дайын, енді бисквитті формаға салып пісіріп аламыз. Начинкасын дайындайық, кастрюлькеге сүт құямыз. Үстінен қант, ұн, крахмал, бір жұмыртқа, ванилин, сары май қосамыз. Сосын кокосовый стружка қосамыз. Бәрін жақсылап араластырып, қайнатамыз пешке қойып. Пеште жақсылап араластырып тұрамыз, асты жабысып қалмау үшін. Қайнағанға дейін осындай араластырып тұрамыз. Мұны қоюланады. Қоюланғаннан кейін сөндіріп, суытуға қоямыз. Бисквитіміз дайын, суыды. Енді екіге бөліп аламыз бисквитті. Кесіп алған бисквитті осындай ойық ыдысқа саламыз. Күмбез тәрізді шығатын ыдыс болсын. Сосын үстіне пропитка жасаймыз сүтпен. Үстіне сосын начинкамызды салып, екінші бисквитті үстінен жабамыз сосын. Бисквитті ыдыстың көлемінде кесіп, бетін жауып, холодильникке 4-5 сағатқа қойып қоямыз. Бетіне жағатын кремді дайындайық. Творожный сыр, сахарная пудра, сливки ұны үшеуін араластырамыз. Мен шамалы жасап жатырмын, бетіне жағатын болғандықтан. Тортымыз холодильникте 4-5 сағат тұрды. Енді жаңағы дайындаған кремді бетіне жағып шығамыз. Бетіне жағып шықтық. Жаңағы артық қалған бисквитті осылай үгітіп, бетіне сеуіп қоямыз. Тортымыз дайын. Қазір кесіп көрсетейін, ішінен қалай көрінетінін. Дәмі ерекше енді, күшті баунти сияқты жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Көп рахмет.